Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Әке-шешесі қария кісілер. Әрі өзі осы үйдегі ұлдардың үлкені болған соң, Мұхтар ерте үйленді. Келіншегі Ажарда сол жылы мектепті бітірген, қарапайым ғана отбасынан шыққан ауылдың қарагөз қыздарының бірі еді. Екеуі бар жоғы бір ай ғана қыз бен жігіт болып жүріп, келесі айда үйленді. Ажар үйдің кенже қызы. Алдында тұрмысқа шықпаған екі әпкесі отырған соң шешесі «Басы балып қашқан шығар» деп артынан өзі қуып барды. Қызы «Өз еркіммен келдім, менде шаруаларың болмасын, Мұхтарды сүйемін, оған әйел болуға келісем» деп бет бақтырмай отырып алғасын. Анасы қызына бақыт тілеп кейін қайтты. Бәрі ойдағыдай аяқталған соң, қыздың анасының келісімімен Мұхтардың әке-шешесі алғашқы көрген қызықтар емес пе, ауылдың тайлы таяғын қалдырмай дүрілдетіп той жасап, келіннің бетін ашты. Ауылдың қызы болса да Ажар үй шаруасына икемсіз болып шықты. Әйтсе де енесі оған түсіністікпен қарады. Өзі кенже қыз болған соң, еркелігі де бар шығар деп, үй тірлігін жалықпай үйрете бастады. Бірақ ене қанша тырысқанымен, Ажардың өзі үйренуге құлықсыз болды ма? Әлде шынымен қолынан келмеді ме? Көп нәрсені меңгеріп кете алмады. 30 жылдай мұғалім болып, талай баланы біліммен сусындатып шығарып салған ене келінге келгенде шарасыз болып қалды. Бәрін өзін білемге салған келін оның еңбегін ақтамады. Енесінің айтқандарын бір құлағымен тыңдағанымен, екінші құлағынан шығып кетіп жатты. Осыдан келіп, ұядай ғана отбасында келіннің кері тартпалығынан түрлі келіспеушіліктер белең ала бастады. Дегенмен де әке-шеше балдарының бақыты үшін оның қай ісіне де кешіріммен қарады. Келіншегінің кейбір істеріне шыдамай дауыс көтере бастаған ұлдарын екеуі екі жағынан басып тастайтын. Осылайша арада бір жыл уақыт өте шықты да, дүниеге іңгәліп Рамазан есімді ұл келді. Ата-ене балпанақтай ұл туып берген Ажар келіндеріне дән риза. Сол үшін бұрынғыдан да гөрі еркелетіп, тіптен бастарына мінгізіп алды. Сәл қимылдаса болды енесі. «Шаршап қалған шығарсың, барып демала ғой» деп бәйек болатын. Бар жұмсақтарын осының аузына тосқан соң, және ұйқысы қанық Ажар күн санап семіріп бара жатты. Кезінде талшыбықтай бұралған қыз қапелімде-ақ толық келіншекке айналып шыға келді. Таңертең жұмысына ерте кетіп, кеш келетін Мұхтар әйелі мен баласын көп ойымдамайтын. Өйткені оларды алақанына салып аялап отырған әке-шешесі бар. Бала туғалы Ажардың да мінезі күрт өзгерді. Не болса соған тез ашуланып қалады. Үй шаруасына да салақ болып алды. Ол аяқты аспанға көтеріп жатқанда енесі жүреді, сылп-сылп етіп. Мұхтар менде көп ренжізетінді шығарды. Болар болмас нәрсенің сылтау етіп, төркініне тайып тұрады. Бірде Мұхтар жұмыстан шаршап шалдығып келсе, Ажар көрші келіншекпен әңгіме соғып отыр екен. Әкесі мен шешесі немересін алып, үлкен қыздарының үйіне қыдырып кеткен. Жуынып шайынып келген ол дастархан шетіне жайғасты да, әйелінің тамақ әкелуін күтті. Орыннан көтерілген Ажар болмады. Ауыздардан жұқпай біреуді өсек қылып отыр. Шыдамы таусылған Мұхтар «Тамақ қайда?» деп ақырып қалды. Соған жүрегі жарылып кеткен Ажар «Тамақта басын қалсын, атауыңды іш білдің бе? Көршінің көзінше, неге маған әкірең дейсің?» деп шаптықты. Мұндай ауыр сөздің кім-кімнің болса да шымбайына батары рас қой. Мұхтар атып тұрып, Ажарды түйіп жіберді. Екеуінің арасында айқай-шу басталарын сезген көрші зым-зия жоғалды. Әйелін сөзбен жеңе алмаған Мұхтар аштан-аш бүк түсіп жатып қалды. Бұлқан-талқан болған Ажарда басқа бөлмеге кетті. Көпке дейін өзінен өзі сөйлеп, көзі ұйқыға кеткен кезде ғана тынды. Ал ертеңіне ата-енесі келген бойда Рамазанды алып төркініне кетіп қалды. Бала мен келіннің арасында түсініспеушілік болғанын әке мен шеше бірден білді. Бірақ сол күні Мұхтарға ештеңе демеді. Арада 2 күн өткенде барып, немересін сағынған олар Мұхтарды ортаға алды. Бар кінә келіндерінен екенін білсе де, қайтсын, балаларына ұрсып, келінді қайтып алып келуіне әрең көндірді. Барғанда үйлерінде отырып қалған қайынәпкелері мен шешесі мұны ортаға алып дымын қоймай сөкті. Басы салбыраған күйі Мұхтар кінәлі адамдай отыра берді. Әбден жер жебіріне жеткен олар артынан әйел мен баласын қолына ұстатып жіберді. Енді қайтып келетін болса, деп
сес көрсетіп те қалды. Қайдағы? Онан кейін де Ажар талай барып қайтты. Бірде әке-шешесі, бірде өзі келеді. Бірде артынан ешкім келмеген соң Ажардың өзі келді. Осы тірлігін ол әбден әдет қылып алды. Оған Мұхтар мен әке-шешесінің де бойлары үйренді. Осылай ырың-жырыңмен арада 3 жыл өтті. Мұхтардың әкесі аяқ астынан төсек тартып жатып қалды да, небәрі 4-5 айда о дүниелік болып кете барды. Әкенің орны кәдімгідей-ақ үңірейіп қалды. Кішкентай Рамазанның өзі ата деп іздейтін болды. Әкесі кеткелі Мұхтарды қатты жүдеді. Жұмсақ мінезіне қаталдық кіре бастады. Ажар екеуінің арасы алшақтамаса жақындай түскен жоқ. Екінші балаға 2 қабат Ажар Көктолының нағыз өзі болып алған. Мұхтардың да енесінің де ауыздарын аштырмайды. Десе мәдейтін Ажарды бір кездері момын болған деп айтудың өзі қиын еді. Оның осынша өзгеруіне кінәлі өзі және әке-шешесі екенін білгендіктен Мұхтар өз бармағын өзі тістеді. Қатынды бастан деген рас болды. Неге еркіне жіберіп алдым екен деп өкінді. Дүниеге екінші ұл келді. Шайқалуға шақ тұрған шаңырағымыздың тірегі, бақытқа бастаушымыз болсын деп есімін Нұрбақыт қойды. Тұңғыштарын әке-шешесі бауырына басқан соң ба, Мұхтар оған онша елжірей қоймайтын. Ал мына ұлының асты үстіне түсіп, жұмыстан шаршап келгенмен ұлын ойнатып, мауқын басып алады. Бірде жұмыстан келген Мұхтарды жаңалық күтіп тұрды. Алдынан шыққан Ажар, мен Нұрбақытты емшектен шығаратын болдым, деп қарап тұр. Ау, ол әлі кішкентай ғой. Болса қайтейін, сиырдың сүтін ішкендерде әлі өлген жоқ, деп шәңкетті. Мен де 2 айлық обал ғой деп едім, тыңдар емес, деп анасы да сөйлеп жатыр. Айттым бітті, солай болады. Ертеңнен бастап сиырдың сүтін ішет, деп Ажар кесіп айтты. Ол дегенде тұрды. Қарын ашып шырылдап жатқан балаға бөтелкеге сүт құйып береді. Оны бала қақалып шашалып іше алмайды. Оның үстіне дәмі жағынан да емшектің сүтіндей бола ма, емгісі келмей басын алып қашады. Ем қане, емшек сүтінен не айырмашылық бар, ем деймін, деп емшекті онан сайын тығады аузына. Мұны көрген енесінің көзінен жас шығып кетті. Ананың ақ сүтінің дәмі бөлек болады, соны да білмегенің бе, деп кемсеңдеп барып баланы қолына алды да, әттең, емшегім су алып кетті. Әйтпесе, өзім-ақ емізер едім, деді. Алдымен баланы жұбатып алып, сонан соң бөтелкедегі сүтті аузына тосты. Нұрбақыт аз-аздан еме бастады. Ана сүтінен айырылған Нұрбақыттың іші кеуіп, ісіп кететін болды. Бір күні тіптен сүт ішуден қалды. Күннен күнге әлсіреп, әбден жүдеген бала ақыры ауруханаға түсті. Дәрігер оны тексеруден өткізіп, сүттен уланғандықтан ішектері бүлінген деген қорытындыға келді. Түрлі дәрі-дәрмектермен шанышып, баланың өмірі үшін жанталасты. Көрер жарығы таусылған бала өз-өзіне келе алмастан о дүниелік болып кетті. Онсыз да берекесі қашып отырған отбасын бұл қайғы тіптен ойсыратып тастады. Мұхтар баласының өліміне Ажарды кінәлі санап жек көріп кетті. Екеуінің одан әрі бірге тұруының мәнісі қашты. Ақыры ажырасып тынды. 3 жасқа келіп қалған Рамазанды Ажар енесінің тастап кетші деп көз жасын көлдетіп, қиылып сұрағанына қарамай өзімен бірге алып кетті. Бір ұлынан өлідей, екіншісінен тірідей айырылған Мұхтарға бұл соққы оңайға тиген жоқ. Ішкі шерін басу үшін арақпен достасты. Тым жақсы нанын тауып жүрген жұмысынан айырылды. Жақсы әйел жаман еркекті зор етеді, ал жаман әйел жақсы еркекті қор етеді деген мақал тегін айтылмаса керек. Біреудің тәп-тәуір баласы жаман қатынның кесірінен адамдық кейпінен айырыла бастады. Осылай жүре берсе, Мұхтардың мүлдем бұзылып кетуі ғажап емес еді. Соны білген анасы оны үгіттеп, ақыры қаладағы әпкелерінің қолына баруға көндірді. Сол жақта өзі алаң болар, жақсы адам кездесер деген үміті де жоқ емес еді. Сөйтіп Мұхтар қаладан бір-ақ шықты. Ал төркініне қайтып келген Ажардың ол жерде жағдай болмады. Онсыз да шықпа жаным шықпаның кейпін киіп отырған олардың қатарына 2 адамның қосылғаны тез-ақ білінді. Сол үшін де Ажар мен шешесі сөзге келіп қала берді. Әке мен шешенің зейнетақысы қоралы жанға қалай жетсін. Оның үстіне жұмыссыз отырған ағасы аяқ астынан келіншегі келіп, бар жиған тергендері соның той-томалағына кетті. Бұлай тартса басқа,
Бұлай тартса, аяққа жеткізбейтін қу тірлік ерке келін Ажарды әбден жүнжітіп бітті. Бастапқыда Мұхтармен ажырасқанына онша қайғыра қойған жоқ еді. Қайда барар дейсің? Итшілеп, артымнан келіп, қайта аяғыма жығылады. Сонда көрермін, деген. Күндер өте берді. Артынан келген Мұхтар болмады. Оның жұмыстан шығып кетіп, ішіп жүргенін естігенде, тіптен айызы қанып қалды. Оны осындай жағдайға жеткізген мен деп ойламады. Керісінше, менің тастап кеткенді көтере алмай, ішіп кетті деп, орамалын басына асыра бұлғап қуанды. Ал артынан оның қалаға кеткенін естігенде, ашудан жарылып кете жаздады. Оған ол қалаға жұмыс іздеп емес, қыз іздеп кеткендей болды. Мұхтар қалаға келген соң, әпкелерінің таныстарының арқасында жұмысқа тұрып, бірте-бірте өз-өзіне келе бастады. Арақ ішкенді, темекі тартқанды мүлдем қойып кетті. Қомақты ақша тапқан ол жанына інісін алдырып, екеулеп тапқан пайдаларын жинап, ауылдағы үйлеріне дүние-мүлік, одан қалғанына мал сатып алды. Малға ауылдағы інісі ие болды. Сөйтіп тұрмыстары түзеліп келе жатты. Тек қабырғаларын қайыстырар бір жағдай шешелерінің әлі күнге үйдің отымен кіріп, күлімен шығуы еді. Қасына қара көмекші келін болса дейді. Оған өзінің кейінгі інісі өз-өзіме келгенше үйленбеймін, және де сен сияқты алданып қалғым келмейді. Болашақ жар болатын адамды әбден сынақтан өткізіп алам деп, мұның да жар таңдаудағы кемшілігін бетіне басқандай болды. Оған Мұхтар әрине ренжімейді. Әлде қашаннан қателескен мойындағанды, тек бауыр еті баласын ғана қимайды. Ауылына барған сайын әдейілеп барып, баласының маңдайынан сүйіп, әкелген базарлығын беріп кетеді. Ол да көрген бойда папалап, алдынан жүгіріп шыққанды, ет бауыры елжіреп қоя береді. Жанарына іркілген көз жасын көрсетпей саусағымен серпіп тастайды. Саған тек бала керек екен, бізбен де дұрыстап амандассаңшы, әлде қаладағы қатындарың қарама деп оқытып жіберді ме? Деп көзінің астымен қиыла қараған Ажарға мойнында бұрмайды. Баласын мауқы басылғанша сүйіп, бірер сағат жанында болып, ойнатып қайтады. Қимайдақ, бірақ қайтсын, тағдыры солай қалыптасса. Аналарының шаршап жүрген сезген қыздары Мұхтарды қайта үйлендіруге бел байлап, жан-жақтарынан қыз қарастыра бастады. Аузы күйген үрлеп шеттегендей, Мұхтар да ана-мынауларға ұрына бермей, таңдап ұзақ жүріп алды. Жүгірген алмайды, бұйырған алады деген емес пе? Бір күні Мұхтар өз қалауын кездестірді. Базардан азық-түлік алып, автобусқа міне бергені сол еді. Бір қыз, ағатай, көмектесіп жіберіңізші, деді. Бұл да қыздың сөмкесіне қолын соза берді. Жеңіл екен деп ойлаған. Сөйтсе, сөмке ауыр болып, қолы бауынан шығып кетті. Ішіндегі заттар жерге шашылып қалды. Қысылған Мұхтар жалма-жан қайта автобустан секіріп түсіп, шашылған заттарды жинай бастады. Автобус жүріп кетті. Ой ағай, жолыңыздан қалдырдым-ау, кешіріңіз, деп қызда бәйек болып жатыр. Ештеңе етпейді, басқасы келер, асығыс емеспін, деді Мұхтар. Бойын тіктеп, қызға енді назар аударды. Суреттеп айта қойырлықтай асқан сұлу болмаса да, өзінше бір сүйкімділікті байқады. Мұрынның үстіндегі білінер-білінбес, сепкілі де өзіне ерекше ажар беріп тұрғандай. Шашы ұзын болса керек, онысын төбесіне түйіп алыпты. Маңдайдан түскен майда шаштары тершіп, жабысып қалыпты. Ту, күннің жануынай, деп қояды. Қарындасым, есімің кім? Бұл сұрақтың аузынан қалай шығып кеткенінде өзі де байқалмай қалды. Қызды сізге қажет не? Көмектестім екен деп тиісуіңіз керек пе? Деп ренжіп қалар деген. Жоқ, бұл ойлағандай болмады. Айнұр, қыз нәзік саусақтарын созды. Өте жақсы, Мұхтар. Ол да добардай саусақтарымен қыздың қолын қысты. Мұхтардың Айнұрмен таныстығы осылай басталды. Жас айырмашылықтары біраз болса да, екеуі тез тіл табысып кетті. Қыз бен жігітте бір жыл жарасып жүрген екеуінің арасында айтылмаған сыр қалмады. Мұхтар бұрын үйленіп, ажырасқанын, баласы бар екенін, мықтап қателескен жасырмады. Енді өзің жағыңнан қателеспесем дейм. Маған тұрмысқа шығуға қалай қарайсың? Мұхтар Айнұрға сұраулы жүзбен қарады. Ол сасқалақтап қалды. Мұхтарға тұрмысқа шықсам деген жүрек түкпірінде жатқан арманы болса да, дәл бүгін мынандай тілек естейм деп ойламағанды. Менің сенен жасырған құпиям сырым бар еді. Айнұр жанарын төмен салды. Арамызда айтылмай қалған қандай сыр қалып еді? Мұхтар таңдана қарады. Мені қыз деп ойлап жүрсің бе?
Бұл сұрақ Мұхтарға біз сұғып алғандай әсер етті. Ештеңе ойлаған жоқпын, дей салды. Білемін, не ойлағаныңды. Әншейін менің көңіліме қарап айтып тұрсың ғой. Үйлену оңай, үй болу қиын, дегендей. Қазір апыл-ғұпыл үйленіп алып, ертеңіне шаңырағымыз шайқалмау үшін осы бастан арамызды ашып алайық. Мен сені алдап тұрмысқа шыға алмаймын. Өйткені сені шынайы сүйем. Сондықтан да бақытты болуыңды қалаймын, деп бір сәт үнсіз қалған. Мұхтар Айнұрды жан-тәнімен түсінді. Ренжитін де, кінәлайтын да реті жоқ еді. Оның ішкі шерін тарқатып, құпиясын өзіне ғана ақтарғанына риза кейіппен. Келешекте адал жар болатынына сенімдімін, жаным, деп құшағына қысып, маңдайынан иіскеді. Оның құшағында Айнұр егіліп қоя берді. Айнұр келін болып түскен күннің ертеңінде-ақ үй шаруасын үйіріп алып кетті. Енесінің аяғын қимылдатпайды. Апа, өзіңізді шаршатып қайтесіз? Осы үйдің тірлігі менен-ақ ауыспайды, деп қарап отыра алмайтын енесіне өкпесінде айтып қалады. Амал жоқ. Үйде бұған қарап қалған тірлік болмаған соң, енесі ауыл аймақты аралап, замандастарына барып, күнұзақ ұршығын иіріп, әңгіме соғып келетін болды. Кейде қаладағы қыздарына барып, бір апта жатады. Айнұр енемен күйеуіне емес, сонымен қатар бүкіл ауылға сыйлы келін атанды. Үлкеннің алдын кесіп өтпей, үнемі иіліп сәлем салып, ілтипатына бөленді. Кішілерге де ақ жеңеше атанды. Мұхтар үйленгесін қаладағы жұмысына, үйде отырған інісін тұрғызып, өз ауылға келді. Үйде де бұған жетерлік тірлік бар еді. Және де айдай сұлу жас жарының жанында шыққысы келмеді. Анасы жоқ кезде екеулеп үйдің тірлігін бітіріп тастайды да, иық түйістіре шай ішіп, жарасымды әңгімелесіп отырады. Өз қызықтары өздерінен жетеді. Мұхтардың үйленгенін естігенде Ажар бір күн бойы туылады. Оның күйеуі артымнан келіп алып кетер, баласы тұрғанда қайда барар дейсің, деген үміті де жоғалмаған. Оның үстіне Мұхтардың тұрмыс жағдайларының түзеліп, байи түскені де ішін ашытып барады. Үйленгеннен кейін Мұхтар баласын көруге келгенде Ажар: "Неге келдің? Бала керек болса, жас әйелің туып берер", деп шәңкілдеп есік алдында тұрып алған. Арғы жағынан папалаған баласының даусын естіген ол қалай шыдап тұрсын. Ажарды жолдан ысыра, үйге басы көктеп кіріп, баласына бас салды. Сүймеген жері қалмады. "Ұлым менің, ботақаным", деп қояды. Өзімен ісі болмай, баласына жүгіргені шымбайына батып кеткен Ажар ойбайын сала сыртқа жүгірді. Сабады, соқты, дейме, әйтеуір түсініксіз бірдеңелерді айтып жатыр. Біраз көршілер жиналып қалды. Өзінің бетін өзі тырнап, шашын жайып, ойбайын салып, көшенің ортасына отырып алды. Милицияда келе қалды. Мұхтарды алып кетпекші болып, қолын артына қайырып, машинаға тығып жатқанда, манадан бері сырттай бақылап тұрған Ажардың шешесі жетіп барып: "Жіберіңдер, оның еш кінәсі жоқ. Бар айыбы баласын көруге келген еді. Қызыма қолының саусағы да тиген жоқ. Жала жауып тұр", деп Мұхтарға болысты. Сөйтіп, Ажар көптің алдында жерге қарап қалды. Бас қосқандарына 1 жыл уақыт болса да, Айнұр бала көтермеді. Тату-тәтті өмір сүріп жатқан отбасы үшін бұл бастапқы кезде еш уайым болмады. Бірақ уақыт өте, енеде, Мұхтарда Айнұрдан бірдеңе дәмететіндей қарағыштай беретін болды. Осы үшін Айнұрдың да өзі қипақтап, олардың алдында кінәлі сезінетіндей. Құдіреті күшті Алланың адамды бір жағынан кеңетсе, екінші жағынан кеметіп қоятыны бар емес пе? Мұхтар оны жылы сөздермен жұбатпақшы болады. Дегенмен оны да Айнұр шынымен бедеу болғаны ма деген күдік мазалайтын болды. Бірінші әйелі долы, берекесіз еді. Бірақ 2 ұл туып берді. Ал екіншісі аузын ашса көмейі көрінетін ашықты ақ көңіл жан. Бала туып бермедің деп Айнұрды кінәлағысы да, ажырасқысы да келмейді. Медет етер Рамазаны бар. Ол да биыл 6 жасқа толды. Бірде ол әкесінен: "Мамам мені неге тастап кеттің?" деп сұрады. Мұхтар не десін? Жағдай солай болды дегеннен өзге ештеңе айта алмады. "Сені үйге алып кетсем, барасың ба?" дегенде: "Барар едім, бірақ мама жібермейді ғой. Өзің де үйге жүр" деп оған айтсайшы, екеуміз барайық. Әжені де сағындым", деп аузын томпайтты. Балам." Мұхтар мұңайып қалды. "Мамаң енді біздің үйге бармайды. Онда басқа мама бар ғой." "Иә, Айнұр әпкені айтасыз ба? Мамам айтты. Жақында папаң оны үйден қуып жібереді.
Өйткені ол бала тумаған, сен жалғызсың дейді. Сол рас па? Деді Рамазан. Мұхтарға мына сөз ауыр тиді. Балаға осындай әңгіме айтып, құлағына құйып отырған Ажарға жын ұстады. Жоқ, ботам, Айнұр әпкең ешқайда кетпейді. Біздің үйде тұра береді. Ал сенің жалғызым екенің рас, деді. Мұхтардың қалада жұмыс істеп жатқан өзімен тетелес інісі үйленем, дайындыққа кірісіңдер дегенде, үй ішімен қуанысып қалғанды. Көп ұзамай той қамтығына дайындық басталып кетті. Әсіресе Айнұрда еш жоқ. Жақсы көретін қайын інісі үйленгелі жатқанда қарап отырсың ба? Қаладан анамнау тасып, зыр жүгіріп жүр. Үйдің іші сыртын шырттай етіп әктеп қойды. Ауланы ретке келтірді. Түс мезгілі болатын. Ана мен бала, келін үшеуі түскі шайларын енді алдарына ала бергенде, сырттан абыр-дабыр естілді. Топырлап адам кіріп келе жатқандай болды. Үшеуі бір-бірлеріне қарады. Есіктен Рамазан кіріп келді де, «Әже, мен келдім», деп қанатын жая ұмтылды. Әжесі сасып қалды. Құлыным деуге ғана шамасы келген ол немересін құшағына алды. Рамазанның артынан Ажар, жеңгесі және шешесі кірді. Айнұр ұшып тұрып, төрге көрпе жайды да, төрлетіңіздер деді. Ажар оған жақтырмай қарап, шешесімен бірге төрден орын алды. Неде болса 3-4 жыл келін болды. Шаңырақты сыйлап, енесінен төменірек отырмай ма екен, деді іштен Айнұр. Мұхтар мен анасы да оң босын айтуға келген шығар деп ойлағанды. Қысқа амандық саулықтан соң Ажардың шешесі әңгімені бастады. «Құдағи», деді ол аузын сылп еткізіп, «адасқанның айыбы жоқ. Қайтып үйірін тапқан соң деген атамыз. Сондай-ақ мына келіндеріңіз, яғни менің қызым, жастықтан ба әлде мастықтан ба үйірінен адасып қалып, енді оралғысы келеді. Әкесі тірі тұрғанда немереңізді жетімсіретпеңіз». «Ау, менің келінім бар ғой», деп қалдана. «Жіберсін оны, бедеу әйел кімге керек?» деп Ажар долданып шыға келді. Мұхтар оған ала көзімен ата қарады. Ал Айнұр жаңағы сөзден есеңгіреп қалса керек. Жүзі сұп-сұр болып кеткен. «Немеремді қимаймы бірақ?» деп ана «не айтасың?» дегенде баласына қарады. Бұл кезде Рамазан әкесінің тізесіне жайғасқан еді. Олды жанары жәудіреп, әкесіне қарап қалыпты. Іштей әкесі мен шешесінің табысуын тілейтіндей. Мұхтар басын төмен салған күйі үнсіз отырып қалды. Баласын да қимайды. Үнсіздікті Айнұр бұзды. «Апа, Мұхтар мен үшін баладан айрылмаңыздар. Мен өз жөнімді табайын», дауысы қалтырай шықты. «Жоқ», Мұхтар сілкініп қалды. «Құдай қосқан қосағымда бала таппадың деп тентіретіп жібере алмайым. Үйтіп Құдай алдында күнәһар болғым келмейді. Ал бала қайда жүрсе де әкесін ұмытпас. Мен де әкелік парызымнан қашпаспын. Қазір түсінбесе кейін өсе келе түсінер. Солай емес пе, ботақаным?» деп баласының тамағының астына тұмсығын тығып еңіреп жіберді. Оған қосылып анасы аңырады. Айнұрда отырсыңсып. Қапелімде аядай бөлме азан-қазан болып кетті. Ажардың шешесі де орамалының ұшымен көзін сүртіп, «Бәрі түсінікті болды», дегендей орнынан көтерілді. Оған жеңгесі ілесті. Сұр жылан сияқты сазарып алған Ажар орнынан қозғалар емес. «Хей, не ағып отырсың мелшиіп? Жүр былай. Өзіңнен көрмейсің бе? Бәріне өзің кінәлісің. Бұл жерде менің де, мына отырған құдағидың да және Мұхтардың да еш кінәсі жоқ», деп шешесі ұрса кетті. Сол кезде барып Ажар орнынан қозғала бастады. «Әжемнің жанында бір күн бола тұрайыншы», деген Рамазанды да тыңдамай қолынан жетектей кетті. Алдымен есін жиған Айнұр, «Кешір мені жаным», деп күйеуінің иығына басын сүйеді. Ол болса көзінен шыққан жас тамшыларын сүрте бастады. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.